Бірде араб, парсы, түрік және грек төртеуі сапарлас болыпты. Кенет олар жолда келе жатып динар тауып алыпты. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Қалаға жеткен соң, қарны ашқан төртеуі әлгі динарға тамақ алмақшы болады. Алдымен араб сөйлейді. Келіңдер, бұл ақшаға ойнап сатып алалық дейді. Парсы жігіт қарсы шығып, жоқ, ойнабы несі, одан да ангур алайық дейді. Түрік жолаушы жігіттер, біз шөлдеп келеміз, мұндайда юзюмнен дұрысы жоқ депті. Ал грек жігіт, өй сендерде, дәл қазір біз стафилден артығын таппаймыз депті. Сонымен төртеуі бір-бірімен келіспей төбелес басталады. Бұлардың жанынан өтіп бара жатқан бір дәруіш оларды тоқтатады. Қолдарындағы динарды алып, оған бір керсен жүзім сатып әкеледі. Жүзімді көрген бетте араб айтыпты. Айттым ғой сендерге ойнап алайық деп. Міне ойнап дегеніміз осы депті. Ей бауырлар, менің де айтқаным осы жеміс емес пе? Әлгінде ангур алайық дедім ғой депті таңғалып. Түрік болса шаттанып, осылай шөлдеген кезде өзім таптырмас шөлбасар десем, сенбейсіңдер деп жүзімнің бір үзімін аузына салыпты. Мен әлгіден бері стафил деп қақсадым. Ешкім құп көрмедіңдер. Енді келіп стафилді мақтап отырсыңдар, депті грек ренжіп. Сөйтсе, бәрі жүзімді меңзеген екен. Әрқайсысы өз тілінде айтқаны болмаса, бәрінің айтып отырғаны бір нәрсе екенін білмеді. Кейбір адамдардың тәңірі жайлы кеңірдек жыртып дауласқаны төрт жолаушының жүзімге таласқан мысалын еске түсіреді. Жүзімді қалай атасаң да, ол атауына қарай өзгеріп кетпейді. Сол қалпында сақтап тұра береді. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырза Әлі би деп аударған. Белгілі жайт жүрген жұрттар күнде естіп, жауласуға апарады білместік. Бірақ сөзден шыққан кейде өрттің де әртүрлі боп айтылған соң әртілде. Түркі, парсы, араб, грек бәстесіп отырыпты дейді бірде бас қосып. Әлгілерге ақша беріп мәрт адам басталыпты шатақ жанжал ортада. Дәмді нәрсе жегін келсе халайық, деді фарсы аңғыр сатып алайық. Араб айтты алсақ айнап алайық, ал парсының сөзі былшыл халайық. Түрк айтты қойып дауды халайық, алғаннан соң бұған жүзім алайық. Грек айтты о қараңғы халайық, алдың екен тек стафил алайық. Ұқпаған соң тірелер жер тығырық, тіл орнына сөйлеп берді жұдырық. Надандықтың тиді осылай кесірі, бірін-бірі былш-былш соқты есіріп. Мәніс білер адам болса мұндайда бүкіл шатақ бір сөзбен ақ тынбай ма? Бәрінің де керегіңді әперем, дер еді ол айтысады бекер ел. Төртеуіңе орта ақша бір бүтін. Алдарыңда күтіп және тұр бітім. Бар байлықпен көрейік бір амалдап, әркім қазір не қаласа сон алмақ. Сөз ұқпаған жоқтан барға бақырмақ, ұққан адам татулыққа шақырмақ. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.